Орыс халық ертегісі «Алтын балта». Ертеде бір кедей өмір сүріпті, уайымы жоқ болыпты, жиған бидайы көп болыпты, бидайды көжені аз қылыпты. Бір күні кедей орманға ағаш дайындауға барады. Қырсыққанда өзен үстіндегі көпірден өтіп бара жатып, балтасын суға түсіріп алыпты. Кедей көпірдің үстінде өкінішке батып тұра береді. Бір кезде судан су перісі шыға келіп, былай деп тіл қатады. «Неменеге өкініп тұрсың?» деп сұрайды. «Балтамды түсіріп алдым» деп жауап береді кедей. «Менің онсыз күнім қараң». Су перісі су астына сүңгіп кетеді де кедейге күміс балтаны әкеліп көрсетеді. «Сенің балтаң ба?» «Жоқ» деп жауап береді кедей. «Менікі емес». Су перісі тағы да сүңгиді. Енді бұл жолы оған алтын балта келіп сұрайды. «Сенің балтаң ба?» «Жоқ» деп жауап береді кедей. «Бұл да менікі емес». Үшінші рет сүңгиді де өз балтасын әкеліп сұрайды. «Сенің балтаң ба?» «Я, дәл өзі» деп қуанып кетеді кедей. Сонда су перісі кедейдің адалдығы үшін 3 балтаны да сыйлайды. Кедей қуанып үйіне қайтыпты. Бұл туралы естіген бір бай кедей сияқты күміс алтын балталы болғысы келеді. Ол өзенге келіп, балтасын суға лақтырып жіберіп, айқай салады. Су перісі судан шығып сұрайды. «Неменеге қамығып тұрсың, қымбаттым?» «Балтамды түсіріп алдым» дейді бай. Су перісі суға сүңгіп кетеді де күміс балтаны алып шығып сұрайды. «Сенің балтаң ба?» «Менікі, әрине менікі» дейді бай. Су перісі балтаны алып су түбіне сүңгіп кетеді де қайта көрінбей қояды. Ал сараңбай болса, содан бері әлі сол көпірде балтаны күтіп отыр екен дейді.